Қазақстан Республикасының эл артисти, белгилүү дирижер Ахмет Жубановдун 120 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында бүгүн Казакстандан Бишкекке Ахмет Жубанов атындагы балдар музыкалык мектеби Бишкек шаарына келди. Бишкек шаарындагы Мукаш Абдраев атындагы балдар музыкалык интернатында алар концертин коет. Аны менен катар эле мына ушул жерде окуп жаткан окуучулар менен пикир алышып, алар менен тажрыйба бөлүшмөкчү. Бул иш-чараны сиздерге кененирээк баяндап бермекчибиз. Қазақстанда Ахмет Жубанов атындагы биздикиндей музыкалык атайын музыкалык мектеп интернаты бар да. Биз алар менен достчулук мамиледебиз да. Анан биз дагы мына биздин музыканттарыбыз, биздин окуучуларыбыз күзүн кышында жаңы жылдын астында аякка конкурска барып келишкен, кароосунакка барып келишти. Булар болсо азыр ошо Ахмет Жубанов атындагы музыкалык мектеп интернаты, атайын музыкалык мектеп интернаты бүгүнкү күндө бизге келип ошо концертин алып келди. 1,5 сааттык концертин. Былтыр Ахмет Жубановдун 120 жылдыгы болгондо, быйыл болот 120 жылдык. Ошо 120 жылдыгынын алкагында булар дагы ошондой концерттерди уюштуруп алып келет. Біздің программамыз негізінен Ахмет Қуанұлы Жұбанұлының 20 жылдығына орай жасалып жатқан дүние. Ол негізі біз республикалық деңгейде 2025 жылда атап өткен болғанбыз. Енді сол программаны басқа қалаларда, осындай болмаса басқа шетелде, Бишкек, Ташкент сияқты жерлерде осылай кеңінен концерттеріміз беріп жатырмыз. Жалпы мынау Мукаш Абдраев қой. Мукаш Абдраевтың несі әкімшілігі өте жақсы қарсы алып жатыр. Соған байланысты қалай қарсы алғаннан кейін біздің де концертке деген құштарлығымыз одан әрі оянып өсіп жатыр. Біздің мектебімізге биыл 60 жыл және Ахмет Жубановтың туылғанына академик 120 жыл. Соған орай біз жан-жақ қалаларға, мемлекеттерге барып концерт берудеміз. Сол осы Қырғызстанға, Бишкек қаласына келісіп, осы Абдраев мектебіне келіп концерт беріп, бүгін сондай жол түсті. 50 бала алып келдік. Бұйыртса концертіміз жақсы өтеді деп ойнамыз. Біздің өзіміздің өнерімізді көрсету және де балалардың жан-жақта осындай мемлекеттерде мектеп бар екенін, олардың осындай балалар тұратынын және де оларында осындай дарынды балалар бар екенін көрсету, олардың өнерімен танысу, осы Бишкек қаласымен таныстыру ең басты міндет. Мектептен біз көптеген мемлекеттерге бардық. Бишкекке бірінші рет келуім менің өз басым. Өте жылы ықыласпен қарсы алып жатсыздар. Көп рахмет сіздерге. Осы мектепте мен 8-ші жыл оқып жатқан. Осы Бишкекке бүгін концертпен келіп отырып, қарсы алып жатқандарыңызға көп рахмет сіздерге. Атақты композиторымыз, дирижеріміз Нұрқисат Тілемдиевтің бәріне танымал Махамбет шығармасын ойнаймыз. Арман Жайымов деген композитор, Тайшыхан дейтін, сосын Тәжік би дейтін көптеген қызық шығармалар ойнайтын боламыз. Соны келіп тыңдаңыздар. Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай Ахмет Жубанов атындагы балдар музыкалык мектебинен 50 окуучу келип, бүгүн Мукаш Абдраев атындагы музыкалык балдар мектебинде өздөрүнүн чыгармаларын тартылады. Ал эми бүгүнкү чыгармаларда көбүнесе ошол Ахмет Жубановдун чыгармалары аткарылды. Ал эми мындай иш-чаралар Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда мындан ары дагы байма-бай болуп турмакчы.